Саламатсыздар ма, оқушылар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің отбасым, Қ дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабақта сендер берілген сурет бойынша шағын әңгіме құрап айта аласыңдар. Бізбен бірге кімдер тұрады? Дұрыс айтасыңдар. Ата, әже және бауырларымыз тұрады. Менің отбасымда 6 адам бар. Әкем, анам, атам, әжем және сіңілім. Мен өз отбасымды жақсы көремін. Біз тату жанұямыз. Жарайсыңдар. Өте жақсы әңгіме құрадыңдар. Енді мына тапсырманы орындап көрейік. Мына сөйлемнің сызбасына қай сөйлем сәйкес келеді? Жарайсың. Менің отбасымда 6 адам бар сөйлемі сәйкес келіп тұр. Сөйлем сызбасын дұрыс жасадыңдар деп сенемін. Енді мына келесі тапсырмаға назар аударамыз. Мына сөзді буынға бөліп көрейік. Қане, менімен бірге буында. Отбасым. Неше буын бар екен? Әрине 3 буын. 3 дауысты дыбыс бар. Сөзде дауысты дыбыс қанша болса, сонша буын болады. Енді мына сөзді буынға бөліп көреміз. Қане, менімен бірге буында. Тату. Неше буын бар екен? Әрине 2 буын. 2 дауысты дыбыс бар. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Жарайсыңдар. Енді келесі тапсырмаға назар аударамыз. Мына суреттерді қараймыз. Менімен бірге атап көріңдер. Қарбыз, қасық, шанышқы, банан, кесе, шие, өрік, қауын. Тамаша. Енді осы заттардың ішінде Қ дыбысы бар және Қ дыбысы жоқ заттар бар екен. Осы Қ дыбысы бар және жоқ заттарды бөлек орналастырайық. Қ дыбысы бар заттарға қайсысы жатады ауырға? Жарайсыңдар. Қарбыз, қауын, ал Қ дыбысы жоқ ауыр заттарға не жатады екен? Жарайсың. Банан, өрік жатады екен. Ал Қ дыбысы бар жеңіл заттар ше? Қасық, шанышқы, дұрыс айтасың. Ал Қ дыбысы бар жоқ жеңіл заттарға ше? Кесе, шие. Жарайсыңдар. Тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Енді мына суреттерге назар аударайық. Мына суреттерде кімдерді көріп отырмыз? Әке, ұл, қыз және әже, ана, ата және үстелдер тұр. Дұрыс айтасыңдар. Енді осы суреттерді пайдаланып, қаулаш әңгіме құрамыз. Бұл тапсырманы кім қайда отыруы керек ойыны арқылы орындаймыз. Оқушылар, суреттегі отбасы мүшелерін дастархан басына дұрыс отырғыз және не үшін олай отырғызғаныңды айтып беретін боласың. Атам мен әжем 4-те отырады. Өйткені олар отбасымыздың үлкендері. Одан кейін әкем отырады.
үстелдің қарсы бетіне анам мен ағам және мен жайғасамын. Біздің үйде әркімнің өз орны бар. Жарайсыңдар оқушылар, тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Әрине, атамыз бен әжеміз төрде отырады. Өйткені үлкендерді сыйлаған дұрыс. Енді дәптеріміздің 36-шы бетін ашып, сондағы берілген Қ әрпінен басталатын сөздерді жазу жолына көркем етіп жазамыз. Бүгінгі сабақты түсіндің деп ойлаймын. Олай болса, мына смайликтің біреуін таңда. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар оқушылар.